Жаңағыдай Қарабастан Республикасы Шымбай тұманынан бар, Шымбай районынан. Простата безінің аденомасымен ауырдым. Жаңағыдай простата безінің аденомасы. Без ісініп кеткенде, қатты ісініп кетіпті. Катастрофа сонымен келіп едім, жерге келгенше. Келгеннен кейін, міне бұл жерде заманауи аппаратларменен операция істеді. Кеше операция істеді. Кеше жаттым, бүгін жаттым, енді бүгін рұқсат беріп жатыр. Қазір үнемі нормальны, денсаулығым жақсы, барлық условиясы жақсы екен бұл клиниканың. Ауқаты, жатақ жайы, еш гәп жоқ. Мен енді бұдан бір-екі жыл бұрын өзіміздің районда, Шымбай районында клиникаға көріндім. Сонда бірақ азғантай ісік бар деді, соны қайтарамыз деп емледі. Соған 2 жыл болды да емлегеніне. Соң қандай да азанғы уақытлары шықпай қалатын болды кіші дәретте. 2-3 күн сондай болды. Онан кейін мен районлық больницаға баруға тура келді. Олар шланг қойды. Как раз осы клиниканың врачы Аврар Шымбай тұманында Пинток деген клиника бар. Соған барады екен как раз. Соның приемында болдым. Сөйтіп тексеріп көрді, УЗИ-ға салды. Сөйтіп барлық нелерді айтты. Сондай жетесем, операция етпесек болмайды деді. Сонымен сразу операция уақытын белгілеп, сол 1-ші күнге сағатына дейін айтып берді. 1-ші күн таңға азанға келдік, сөйге анализдер тапсырдық. Сағат 12-ден бастап операция істеді. Операцияны Санжар менен Аврар қылды врачлар. Неменен телевизорда көріп жаттым өзім. Заманауи аспаптар менен еш жерімді кескен жоқ, тілген жоқ. Со неменен істеді аспаптармен. Қазіргі ілімнің рауажлануы, жетіскерліктері менен содан пайдаланды. Операция ауырған жоқ. Менімен операция уақытында сөйлесіп жаттым мен. Врачлармен сөйлесіп, олар істей береді. 3 сағат созылды операция. Себебі ол майдалап алады екен да, жаңа аспаппенен. Майдалап шымшып жұлып алады екен. Там қан ағатын болса, немен күйдіріп жібереді екен да, басып. Еш қанаған жоқ, неткен жоқ. Операциядан кейін бүгін таңға шекем жуып қойды хлормен. Натрий хлормен жуып таңға дейін хлор жіберіп қойды. Тазалап, онда да еш қан шыққан жоқ. Нормальный болды. Өздеріңізден білесіз ғой, дәрет шықпай қалса қанша азапланасыз. Ең азаптың жаманы сол екен. Дәрет шықпай қалса, бір ақшам қиналдым, бір ақшам. Енді қазір нормальмын. Жақсы, қазір өзім жақсы сеземін, дәрет шығатын болды. Бәрін тексеріп дәретлерден шығады. Маған құсап, қиналып жүрген адамлар болса, осы клиникаға келіп, Санжар, Аврар деген врачларымыз бар екен. Қоллары жеңіл, сондай, еш ауыртпайды. Заманауи аспаптар менен операция істейді екен. Сіздерден егер қиналып жүргендей ағайындар болса, жерге келіп емленуіңізге нетемін. Тілеп қаламын да емленуіңді.